Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз белгілерді анықтауда гендердің рөлі деп аталады. Жасуша ядросында, хромосомада әрбір жасуша мен тұтас организмнің барлық қасиеттері, белгілері жайлы ақпарат сақталған. Көптеген белгілер мен қасиеттердің сақталуы ерекше нәруыздармен байланысты. Ал ДНК барлық нәруыздар синтезінің негізі болып табылады. Нәруыздарды түзуге 20 амин қышқылы қатысады. Осы жерде есте сақтап қаламыз, бізде тестте көбінесе осы сұрақ кездеседі. Амин қышқылдары бір-бірімен кез келген ретпен байланыса алады. Сондықтан 20 амин қышқылының тізбектелуінің тәсілдері өте көп. ДНК молекуласының нәруыз молекуласын синтездеуге негіз болатын бөлігін ген деп атаймыз. ДНК молекуласында көптеген түрлі гендер болады. Ген бұл тұқым қуалау факторы. Генетикалық материалдың бөлінбейтін бірлігі ДНК молекуласының бөлігі. Бір сөзбен тағы да айтайық, бұл ген деген тұқым қуалау ақпараты жазылған ДНК-ның бөлігі дейміз. Ол қайда орналасады десе, ол хромосомада деп жауап бересіздер. Және олар жұп болады, аналық және аталық. Сондықтан ДНК-ның тұқым қуалау факторларының белгілерді тасымалдаушы немесе таратушы деп атайды. Гендер организмнің тұқым қуалайтын белгілерін ата-аналарынан ұрпақтарына нәруыздар түрінде береді. Анығырақ айтқанда, ген ол қандай да бір нәруыз жайлы ақпаратты түрлі амин қышқылдары үйлесімдерінің белгілі бір ретпен орналасу түрінде береді. Мұның нәтижесінде әрбір организм түрі оның өзіне ғана тән белгілерге ие болады. Егер кез келген бір нәруыздың құрылымын сөз түрінде, мысал ретінде апа деп алайық, деген амин қышқыл деп ойласақ, оны біздің міндетті түрде көз алдымызға анамызды елестетеді. Осы сөздің орнына иді алмастырсақ, сөздің мағынасы өзгеріп кете береді. Апа сөзі апи болып кетеді. Дәл осылай генде амин қышқылдарының нақты орналасу реті түрінде нақты белгіні келесі ұрпаққа береді. Мысалы, шаштың түсін алайық. Осы белгіні анықтайтын нәруыздағы бір амин қышқылын өзгертсек, шаштың түсі емес, басқа белгі жарыққа шығады. Ата-аналарынан балаларына организмнің құрылысы мен қызметін анықтайтын белгілері, мысалы, көздің түсі, пішіні, терінің түсі, аяқ-қол саусақтарының құрылысы, яғни адам организмінің барлық белгілері тұқым қуалап беріледі. Сол сияқты жануарларда да гендер арқылы оларға тән қасиеттер ұрпақтан ұрпаққа беріліп тұқым қуалайды. Мысалы, иттен күшік туады деге, сиырдан бұзау, тауықтың жұмыртқасынан балапан шығады деген сияқты қарапайым мысалдар бар. Өсімдіктерге келетін болсақ, қайың тұқымы жел арқылы қайда барып түссе де, ол шыршалы орманға келіп немесе ол тұқымнан бәрібірде қайың өсіп шығады. Басқа ағаш өсіп шықпайды ғой, мысалы ретте. Міне осылай гендер кез келген организм белгілерінің жарыққа шығуына әсерін тигізіп отырады. Кейде бір амин қышқылының ауысуы өте ауыр жағдайға алып келеді. Мысалы ретінде алайық, гемоглобин нәруызындағы бір амин қышқылы ауысса, нәруыздың қасиеті бірден өзгереді. Яғни гемоглобиннің дене жасушаларына оттек молекуласын тасымалдау қабілеті нашарлап, орақ тәрізді жасушалы анемия қауіпті ауруына алып келеді. Білесіздер, ол гемоглобин деген нәруыз, яғни ал ол жаңағы басты қызметі жасушадағы оттек тасымалдауға қатысады. Код деген бар, тағы да одан басқа. Бұл код деген ол әмбебап вирустар мен бактерияларда да, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар организмде ол тек қана біреу болып келеді. Бір сөзбен айтқанда, белгілердің ұрпақтан ұрпаққа тұқым қуалауына жауап беретін деп айтсақ болады. Ол жаңағы ген, ДНК және хромосома деп айтамыз. Осылардың барлығының байланысымен біздің жаңағы адам туралы айтатын болсақ, ата-аналарымызға белгілі бір қасиеттердің ұқсауы осы арқылы беріліп отырады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға қоя кетіңіздер. Келесі сабақты біз хромосомалардағы ДНК-ның генетикалық материалының рөлі деген тақырыпты талқылайтын боламыз.